Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз шүкіршілік және тәубе туралы. Алла тағала бізге бар нығметті үйіп төгіп беріп қойған. Өкінішке орай, көбіне біз сол қарапайым көрінетін нәрселерден ләззат алуды, оған шүкіршілік етуді ұмытып кетеміз. Мәселен, мына әлемнің сұлулығын тамашалау үшін, әке-шеше қуанышын, бала-шағаның жүзін көре алу үшін де бізге Алла тағала көзді берді. Сол шекеміздегі екі жанарымызды тырнап ашқаннан барлық нәрсені көріп, әрбір сөзді ести береміз. Қалаған нәрсені ойлап, ойламай сөйлей береміз. Орнымыздан ыршып тұрып, қаншама қашықтықта жүреміз. Осы нығметтердің қаншалықты ұлы екенін ойлап та, ойланбаймыз да көрмейміз. Адам баласы опасыз болып келеді. Раббасының нығметтеріне шүкіршілік жасамайды. Сол нығметтерден айырылғанда ғана Алла тағаланы еске алады. Қартайып көзі жақсы көрмей қалған атадан немесе анадан яки туылғаннан көр болып туылған адамнан көздің қандай нығмет екенін сұрап көріңдерші. Бір сөз айтсаңыз, не дедің деп құлағын тосқан керең адамның құлақ нығметінің қаншалықты керек екенін сұрап көріңізші. Саған дертін түсіндіре алмай, қызарып тұрған сақаудан тіл нығметінің қадірін сұрап көріп, оның аяқ қолы, ішкі мүшелердің жұмыс істеуі, мұның әрқайсысы барлығы нығмет. Бұлардың әрқайсысына шүкір ету бізге парыз болып есептеледі. Деміңіз қысылып, жүрегіңіз ойнап, бауырыңыз ауырып, өкпеңіз шаншып тұрса, тамақ жесеңіз қорытылмаса, қорытылған нәрсе шықпай тұрса, қандай күйде түсесіз? Ойлап көріңізші. Сондай-ақ қол жеткізген жетістіктер, абырой, атақ, мал дүние, бала-шаға, мұрат мақсатқа жету, бәле-жала, кездейсоқ қауіп-қатерден аулақ жүрдің бәрі Алланың нығметтері. Алла ескерткеніндей санап санаға жету қиын. Шүкір айту үшін адам ынсапты, иманды болу керек. Сонда иншалла шүкірімізді қабыл етеді. Мұхаммед пайғамбарымыз 5 нәрседен алдын 5 нәрсенің қадірін біл. Олар өлімнен алдын өмірдің, ауру келмей денсаулықтың, әурешіліктен бұрын бос уақыттың, зағиптықтан бұрын жастықтың, кембағалшылықтан бұрын байлықтың қадірін біл деген. Міне, осы жалған дүниенің қамшының сабындай қысқа ғұмырында Алла тағаланың беріп жатқан сансыз нығметтеріне шүкір етіп, сауапты амалдарымызды арттырғанымыз жөн.